Бауыр бұл бізде печень, яғни хепер деп аталады. Бұның адам организмдегі алатын орны орасан зор. Бұл лабораториялық диагностика деп айтсақ болады, ас қорыту жүйесіндегі ең үлкен без болып табылады. Яғни бұл адамның кеуде қуысының оң жақ қабырғасында, оң жақ қабырға астында сүңги орналасқан. Бұның диафрагмалық бұлшықетке жанасып орналасады. Бауырдың жоғарғы жақ шеті көкетке жанасып орналасса, төменгі жақ шеті асқазан, тоқшек, одан кейін оң жақ бүйрек үсті безі, бүйрек үсті безімен жанасады. Бауырдың екі шеті болады, яғни ол бірінші диафрагмалық беті, одан кейін висцералды беті деп атаймыз. Диафрагмалық бетін екіге бөлікке бөлеміз. Яғни үлкен жақ бөлігі оң жақ шеті деп атаймыз, кіші жақ бөлігін сол жақ шеті деп атаймыз. Олардың арасын бөліп тұратын байламдарын орақ тәрізді байлам деп атаймыз. Бауырдың 5 байламы болады. Висцералды бетіне келетін болсақ, бұл қан тамырларға байытылған беті болып табылады, яғни күрделі беті. Бұл жерде 3 сай орналасқан. Екеуі ұзынан болса, біреуі көлденең сай болып табылады. Көлденең сай арқылы бізде вена қан тамырлары бауырға қанды әкеліп тұрады. Артерия, вена қан тамырлары, лимфа тамырлары, сонымен қатар өт жолдары жүреді бауырда. Мынау көріп тұрғандарыңыздай, өт жолы арқылы өт сұйықтығы шығып отырады. Бауырдың вена қақпасы арқылы бауырға барлық организмдегі тағамдардан келетін, болмаса қандай да бір уытты заттардың барлығын бауыр сүзгі ретінде реттеп залалсыздандырып отырады. Бауырдың бізде жалпы 8 сегменті болады. Яғни бұның 4 сегменті оң жақ бетінде болса, 4 сегменті сол жақ бетінде болады. Бауырдың адам организмінде атқаратын қызметі бұл адамның организмдегі глюкозаны реттеп отырады, гликоген түзеді, гомеостатикалық тұрақтылықты реттейді, яғни адам организмдегі ішкі ортаның тұрақтылығын реттеп отырады. Зат алмасу процесіне қатысады. Зат алмасу процесінде, яғни бұл минералды тұздарымыз, көмірсу, белок, адам организмінде болып жататын, осылардың барлығын реттеп түзіп отырады. Бауыр бұл бізде қорғаныштық қызмет атқарады, яғни адам организмдегі барлық уытты заттардың барлығын залалсыздандырып, онкотикалық, осмотикалық қысымды реттеп отыратын үлкен бауыр болып табылады. Одан кейін бауыр бізде тағы да атап өтетін болсақ, ересек адамдарда 1,5-2 килограмм болып келеді. Яғни жаңа туған нәрестерде 135 грамм, яғни адам организмі өскен сайын бауырымыз да өсіп отырады. Сонымен қатар бауыр бізде қызғылт қоңыр түсті болып табылады. Ол артерия, вена қан тамырларының келіп құйылуына байланысты түсі қызғылт қоңыр түсті болып келеді. Бауырдың ең бірінші міндетті негізгі қызметі бұл өт жолдарын түзіп шығару. Яғни осы бауыр арқылы өт жолдары түзіліп шығарады. Бауыр қандай да бір қалыпты физиологиядан ауытқу жағдайлар болатын болса, онда бізде патологиялық бауыр аурулары пайда болады. Яғни патологиялық бауыр ауруларында ең бірінші кезекте цирроз аурулары, гепатит аурулары, одан кейін өспенің өсуі адам организмдегі патологиялық процестерге алып келеді. Бауыр бұл бізде қайта қалпына келуші орган, яғни қандай жағдай болмасын, бауырда мысалға экспериментті түрде немесе хирургиялық жолмен бауырда зақым келетін болса, бұл қайта қалпына келе алушы. Бауырды ең бірінші зақымдайтын жағдай бұл тұрмыстық жағдайдағы қазіргі таңда көп кездесетін алкогольдік жағдайлар, сонымен қатар көптеген дәрі-дәрмектердің химиялық заттардың әсерінен бауыр тез зақымдалып тұрады.